Сәлеметсіздер ме, құрметті үміткерлер? Байқау тестілеуін компьютерде орындау үшін осы видеонұсқаулықты мұқият тыңдаңыз. Сізге рұқсат етілмейінше, жеке мәліметтеріңізді енгізбеңіз. Онлайн тестілеу жүйесіне кіру үшін оң жақ жоғары бұрышта орналасқан кіру батырмасын басу қажет. ЖСН бағанына рұқсатнамада көрсетілген өз ЖСН-іңізді енгізіңіз. Құпия сөз бағанына бір таңбасын енгізіңіз және кіру батырмасын басыңыз. Одан әрі, сіздің аты жөніңіз бен тиісті тілдердегі тестілердің тізімі көрсетілген бет ашылады. Егер сіз тестті орыс тілінде тапсыратын болсаңыз, математика на русском бөліміне қарама-қарсы орналасқан начать батырмасын басыңыз. Егер сіз тестті қазақ тілінде тапсыратын болсаңыз, математика қазақша бөліміне қарама-қарсы орналасқан начать батырмасын басыңыз. Тест толығымен жүктелгенге дейін күтіңіз. Одан әрі математикадан бірінші сұрақ көрсетілген бет ашылады. Сізге 40 сұраққа жауап беру үшін 60 минут уақыт беріледі. Сол жақ жоғары бұрышта сұрақ нөмірі мен тестілеу бөлімі көрсетілген. Оң жақ жоғары бұрышта тестілеу аяқталғанға дейін қалған уақыт көрсетілген. Келесі немесе алдыңғы сұраққа ауысу үшін оң жақ төменгі бұрышта орналасқан вперед немесе назад батырмаларын басасыз. Бір немесе бірден 5 сұраққа ауысуға болады. Сіз сұрақты қалдырып кете аласыз және сол қалдырылған сұраққа пән бойынша тестілеуге берілген уақыт шеңберінде өзіңіз қалаған кезде жауап бере аласыз. Егер экрандағы мәтін тым ұсақ болып, оқу қиын болса, онда сіз оны үлкейте аласыз. Ол үшін пернетақтадағы Ctrl батырмасын басып тұрып, тінтуірдегі скроллды айналдырасыз. 60 минут уақыт өткен соң, уақыттың аяқталғаны туралы хабарлама пайда болады да, тест аяқталады. Егер сіз тестті берілген уақытынан бұрын аяқтауға дайын болсаңыз, онда соңғы сұрақ берілген беттегі закончить батырмасын басуыңыз керек. Математика бойынша басқа қатысушылардың тестілеуді аяқтағанын күтіңіз. Қазір сіз онлайн тестілеу жүйесіне кіріп, тестті орындауға кірісе аласыз.